Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің арнамда осындай ыстық күндері шөлімізді қандыратын мұздай ашымық көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Біздің өңірде ашымық көже деп аталады. Өңірдің әр жерінде әртүрлі аталады. Bir жақта салқын көже, bir жақта ашытқы, тағы басқа да, иә. Және де дәл осы ашымықты әртүрлі дәннен де жасасаңыздар болады. Ал менің өзіме осындай перловкадан жасаған ұнайды. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Және де мен сіздермен бүгін осы перловкадан жасалған ашымығымның өте оңай жолымен, жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен осындай перловкамыздың өзімізге қажетті мөлшерде алып, ыдысымызға салып, жақсылап тазалап, жуып алатын боламыз. Жуылған перловкамызды осындай өзімізге қажетті ыдысымызға суымызды салып, жуылған перловкаларымызды салып, газға осы ішіндегі перловкамыз піскенше қайнатып алатын боламыз. Ендігі кезек осы перловкамыз қайнап піскеннен кейін осындай өздеріңізге қажетті осындай кең ыдыстарға салсаңыздар болады. Менде 3 литрлік банкеге салдым. Және де сіздердің перловкаларыңыз қою болып жатса, осындай қайнаған суды үстінен құйып, суын көп қылып алсаңыздар болады. Себебі үшін осындай ыстық күндері біздің ашымығымыздың көбінесе осындай сұйық сусындары көп ішіліп кетіп жатады, иә. Менің өзіме осылай суы көп болған ұнайды. Енді осының үстіне айранымызды құйып алатын боламын. Айран менде өте ашыған айран. Себебі ашыған айранмен ашымық жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Осылайынан бір пиаладай айран құйып аласыздар. Енді барлығын жақсылап қасығымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай мен ашымықты осылай дайындаймын. Мен үшін өте оңай, әрі тез, әрі өте дәмді болып шығады. Дайын болған ашымығымызды тоңазытқышымызға салып, мұздатып қойып, ыстық күнде шөлімізді қандырып ішіп алатын боламыз. Сіздерде достар, күннің ыстығында шөлдеріңізді дәл осылай бассаңыздар болады. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.